Сіз Жамбылдың 7 кереметі туралы білесіз бе? Оның біріншісі Хибатулла Тарази мешіті. Мешіт 1024 адамға арналған. Мешітте 7 күмбез бар. Екінші санатта 21 ғасырға жататын Айша бибі кесенесі. Кесене қабырғалардың сыртқы жағы қолдан ойылған өрнектері бар, 62 түрлі терракот қыш тақталармен көмкерілген. Жамбылдың 3-ші кереметі Қарахан кесенесі. Тараз қаласының орталығында орта ғасырлық діни мемориалдық кешен. 4-ші кереметі Ақыртас кешені. Ақыртас тарихы 130 жыл зерттелді және қазірде зерттелуде. Жамбыл облысының 5-ші кереметі Ақ кесене мұнарасы. Қазақстан тарихында осы күнге дейін сақталған Қыпшақ дәуірінің ескерткіші. Әулиеата өңірінің 6-ші кереметі Көксай шатқалы. Бұл жерде 238 құс түрі мекендейді. Жамбыл облысының 7-ші кереметі Әулие көлдің маңында табиғаты бұзылмаған жайлаудағы тарихи ескерткіштер Меркі түрік ғибадатханасы деген атаумен ғылымға енген. Жамбыл жері, 1000 жылдықтар жәдігері.